Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шоколадты женттің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады және мерекелік дастарханның сәні болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Жентімізді бастаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға тардан талқанымыз саламыз. Үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосамыз. Немесе сары майыңыз салқын болса, ертіп қоссаңыздар да болады. Енді үстіне қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды қосамыз. Енді үшеуін біріккенше жақсылап араластырамыз. Массамыз осындай қолға жабыспайтын жұмсақ болады. Енді формамызға немесе кез келген силиконды формаға салсаңыздар да болады. Форма жоқ болса, дөңгелектеп қойсаңыздар да болады. Осылай салып шығамыз видеодағыдай. Салып болған соң, қатқанша мұздатқышқа салып қоямыз. Шамамен жарты сағат. Ал қалған бөлігімізді осылай қолмен домалақтап қойсаңыздар да болады. Женттеріміз қатқанша шоколадымызды дайындап қоямыз. Арнайы осылай пакетке немесе кондитерлік қапшыққа салып, үстіне қайнаған су құйып ерітеміз. Формада қатқан женттерімізді осылай формадан босатып аламыз. Жаңағы еріткен шоколадтарымызды формамыздың түбіне құйып шығамыз. Сосын жаңағы шығарған женттерімізді видеодағыдай қайтадан орнына қойып шығамыз. Тағы да жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Ал формасы жасалған женттерімізді осылай видеодағыдай шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Жентіміз мұздатқышта қатты, енді осылай арнайы формаға салсаңыздар да болады, немесе формасыз бірден тарелкаға қойсаңыздар болады. Осымен шоколадты женттеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған әсер келесі видеода кездескенше.